Қоянды құтқару. Бір күні Айгүл орманға серуендеуге шығыпты. Орманның іші әр түрлі гүлдермен безендіріліп, құстардың сайрауы мен желдің сыбдырымен үндескен екен. Айгүл гүлдерді жинап жүргенде аяқ астынан бір кішкентай қоянды көріпті. Қоян жараланып, көмекті қажет етіпті. Айгүл қоянды үйіне апарып, оның жарасын емдеп, азық беріпті. Қоян айығып орманға қайта оралыпты, бірақ Айгүлді ешқашан ұмытпай, оған жиі келіп тұрыпты. Бір күні Айгүл орманның тереңіне, бұрын ешқашан бармаған жерлерге баруға бел буыпты. Ол жерден айнадай мөлдір көл тауыпты. Көлдің жағасында үлкен емен ағашы өсіп тұр екен. Айгүл емен ағашының түбіне отырып, табиғаттың сұлулығына тамсанады. Кенет көлдің ортасынан таңғажайып құс ұшып шықты. Бұл құс жарқыраған алтын қауырсындары бар, әні де ғажайып әуенмен шырқалатын ерекше құс еді. Құс Айгүлдің жанына ұшып келіп, оған былай дейді: "Айгүл, сенің жүрегің мейірім мен махаббатқа толы. Сондықтан мен саған бір тілегіңді орындау үшін келдім. Не қаласаң, соны сұра." Айгүл көп ойланбай былай дейді: "Менің тілегім, осы орманның барлық тіршілігі мәңгілікке аман болсын. Орманның сұлулығы ешқашан жоғалмасын, ал табиғаттың барлық жануарлар мен өсімдіктері қауіпсіз және бақытты өмір сүрсін." Құс Айгүлдің тілегін естігенде, өзінің алтын қанаттарын жайып, аспанға көтерілді де, орманды айналып ұшып, оның үстінен алтын шаңын шашты. Сол сәттен бастап орман бұрынғыдан да көрікті болып, ондағы тіршілік гүлдене түсті. Айгүлдің мейірімділігі мен табиғатты қорғау арманы орманның барлық тұрғындарының жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Айгүл өзі де осы орманда ұзақ және бақытты өмір сүрді. Ол орманның барлық құпияларын біліп, оның қорғаушысы болып қала берді.